Жақында роддомға кішкентай сәбиімді дүниеге әкелуге кетемін, үйде тағы бір балам бар. Соны қалай қалдырып кетемін, уайымдаймын деп, маған осындай хаттар бірнеше рет келді. Сіздерге осындай жағдайда қалай қалдыру керек, өзімнің пікіріммен, ойыммен бөліскім келеді. Балалар психологы ретінде қалай балаларға ауыр соқпайтындай, стресс болмайтындай жағдай туғызуға болады. Яғни және де осындай моменттерде керісінше қандай қателіктер жасамау керек туралы айтқым келеді. Менің парақшама тіркеліп, комментарий қалдырып, белсенділік танытып қойыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта тағы да керемет ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Көбінесе ата-аналар қандай қателіктер жібереді? Яғни балалары погодке, аралары жақын, 1 жас, 1,5 жас, 2 жас, осындай балалары бар. Роддомға кетерде әлі үйдегі балалары 2 жаста, кішкентай. Сондай моменттерде балаға стресс болмау үшін қандай жағдайлар жасау керек? Негізінде баланы бұрын-соңды жүрмеген жеріне, бармаған жеріне, часто бармаған жеріне апарып тастайды. Ауылға, тағы басқа біреудің үйіне деген сияқты. Бұл жердегі бірінші қателік, бала, сіз роддомда, енді естественно роддом туатын болсаңыздар, бәрі жақсы болатын болса 3-4 күнде қайтып келесіз. Ал кейбіреулерінде кесарево болуы мүмкін, плановый, ол жағдайда 1 апта, 10 күн көлемінде роддомда боласыз. Яғни балаға примерно жоспарлап шамамен 10 күнге тастап кететін болсаңыз, онда 10 күн бойына бала үйреншікті емес, бұрын-соңды бармаған, танымайтын жерде болу кішкене біріншіден стресс болуы мүмкін. Бірінші стресс болуы мүмкін. Көптен араласпаған, сіздің баланың тілін табатын, балаңыздың не қалап, не істейтінін дұрыс білмейтін ағайын туыстардың үйіне қалдыруға тағы да болмайды. Көбінесе ата-енемен тұратын адамдарға үйінде ата-әжесіне қалдырып кете береді. Ол ешқандай да проблема емес, өйткені ата-әжесі сол баламен бірге бір үйде өсіп жатыр, бала біледі, сол үйде қалады, сол заттары, сол ойыншықтары, ата-әжесі оның тілін жақсы түсінеді, ондай балаларда проблема болмайды. Ал енді өздері оңаша өсіп жатқанда, мысалға қалада өсіп жатыр делік, бірақ ауылға апарып тастау кішкене қиынырақ болады, өйткені бала өзінің үйреншікті ұйықтап тұратын, егер высокочувствительный бала болатын болса, темпераментта сондай меланхолик деген балалар, бір жерден бір жерге адаптация үйрену деген нәрсе қиын болады. Сондықтан өзінің үйреншікті үйінде, өзінің үйреншікті төсегінде, өзінің үйреншікті ойыншықтарымен ойнап қалу үшін жағдай жасаған абзалырақ. Яғни керісінше қасында болатын адамды бұрын-соңды сізбен бірге тұрмаған болса, онда сіз соған қалдыруға жоспарлап жатқан болсаңыз, онан кем дегенде 1 апта көлемінде ертерек алдырып алған жақсы. Бала соған үйрену керек, ол адам балаға үйрену керек, оның күнделікті күн тәртібімен, барлығымен таныс болу керек деген сияқты. Баланың тілін таба алатындай болған жақсы. Әрине қасында әкесі болады, сонымен қатар кейбіреулері няня, күтуші алуы мүмкін, енді әртүрлі жағдай әркімде, бірақ дегенмен де барлығы баланың кем дегенде 1 апта 10 күн бұрын келіп алдын ала дайындалып, ол адам сіздің қасыңызда жүрген жақсы. Яғни баланың жаңағы күнмен, ритуалдармен, режимдармен таныс болған жақсы, балаңыз соған үйренген жақсы. Баланың күні жоспарланған жақсы. Анасымен күнделікті бала үйде қалай өтіп жататын еді күндері, соған ұқсас болу керек. Яғни оның режимында, оның күн тәртібінде, оның жейтін тамақтарында ешқандай резкий өзгерістер болмау керек. Оның барлығы бала үшін стресс. Және де баланың анасы роддомда болған кезде айналысатын күн тәртібі, енді режимі сақталады, ұйықтайтын, бірақ оянған кезде, бодрствование кезінде іші пысып, мұңайып, іздеп жүрмеу үшін баланың даму бойынша жақсы ойындарды алдын ала жоспарлап қойған жақсы. Алдын ала сіз көрмеген ойыншықтарды алып қойсаңыздар болады. Күн сайын бір күнде бірнеше ойыншық болмаса да, күніге жаңа бір ойыншықтарды көрсетіп, жаңа бір развивающий нәрселерді жасатып, жаңа бір навыктарды үйретіп деген сияқты. Әдемі жақсы серуендерге, сенсорикалық серуендер ұйымдастырып тұруға болады далаға. Манный крупаға сурет салу, әртүрлі песоктармен ойнау, макарондарды краскамен краскілеу деген сияқты. Яғни осындай сенсорикалық тұрғысынан интересный, қызықты шығармашылық ойындарды алдын ала жоспарлап дайындап қойған жақсы. Егер сіз роддомға кетіп бара жатсаңыз, кәдімгі компьютермен жазып, печатать етіп, қасына суретін салып дайындап қойсаңыздар болады. Мен 10 қадам
жобасында осындай арнайы дәптер жасап қойған болатын, сенсорикалық кітапша. Ол жерде барлық идеялар бар. Баланың 10 бағытта маңызды 10 бағытта дамыту бойынша арнайы жасақталған осындай сенсорикалық кітапша бар. Осы 10 бағыттар бойынша күшті ойындарды ұйымдастырып, алдын ала жазып, идеялар тастап кетсеңіз, тек қана теледидар қосып беріп, мультикпен 10 күн бойына алаңдатпай, осындай пайдалы уақыт өткізген жақсы. Өйткені телевизор, компьютер, сотка қарап отыратын баланың нерв жүйесі перевозбуждение болып, перегруздан бала керісінше сіз қасында жоқсыз, сізді іздейді, сағынады, құса болады, және де осындай нерв жүйесіне перевозбуждение жасасаңыз, келген кезде балаңыз танымай қалуы мүмкінсіз. Және балаға үлкен стресс болып, қандай да бір невроз, тик пайда болуы мүмкін. Сондықтан осы моменттерде балаңыздың ойындарын, күндерін, күн тәртібін, режимін барлығын жоспарлап, қағазға жазып дайындап беріп кетіңіз. Осындай ойындар ойнатамыз, ұйқысы осындай уақытта, жейтін тамақтар осындай, алдын ала заготовкалар жасап кетсеңіздер де болады, көмектесіп. Осы күндерде игровой зоналарға алып баруға болады, далаға серуендер жасауға болады, далада таяқшалармен жерді сурет салуға болады, бормен жазуға болады. Әртүрлі осындай серуендерді, әртүрлі ойындарды, үйде ойнайтын ойындарын, жаңа ойыншықтарын барлығын алдын ала алып, яғни балаңызды қуантып отыратындай, сіздің жазып кеткен күн тәртібіңіз бойынша, сіздің жазып кеткен ойындарыңыз бойынша қызықты әртүрлі шығармашылық ойындардың тізбектеп жазып кетіңіз. Бүгін ПВА кіледі мысалға құйып, үстіне мақта жастырамыз. Келесі күні стразы жапсырамыз, келесі күні пайеткаларды себеміз. Бір күні тасты әкеліп бояймыз, бір күні тағы бірдеңемен жасаймыз деген сияқты қылып барлығын жасап дайындап кетсеңіз, балаңыз сондай шығармашылық нәрселермен айналысып, көңілі жабырқаулы болмайды. Және де әбден мысалға шыдамай, жылап, сөйтіп жататын болса, онда жаңағыдай сіздің алып қойған қызықты бір коробкаңыз болсын. Сол коробканың ішінен жаңа бір ойыншық, жаңа бір нәрсе шықсын. Яғни баланың көңілін сөйтіп аулай тұруға болады. Оның ұйқы режимі барлығы сақталу керек, баланың ұйқысы дұрыс болу керек. Және де жейтін тағамдары барлығы алдын ала жоспарланған жақсы. Қандай уақытта, қандай тамақ жейді, перекусқа не жейді, соның барлығын алдын ала жазып, қалдырып кететін адамыңызға балаңыз туралы ақпараттарды беріп, осындай көмекші құрал жасап кетуге тиістісіз. Баламен қонаққа, бір жақтарға барып тұруға болады, ағайын тумалардың үйіне барып тұруға болады. Бірақ баланың анасы роддомға кеткен кезде өз үйінде, өз орнында, өзінің төсегінде қалғаны жақсырақ. Бірақ енді бұл барлық балаға байланысты айтылып отырған жоқ. Әртүрлі балаға, әртүрлі өзіңіздің өмірлік ситуацияңызға, балаңыздың темпераментіне қарайсыз. Сіздің балаңыз басқа үйлерде, басқа біреулердің үйінде жақсы қона беретін болса, жиі баратын үйі болатын болса, ата-әжесімен жиі араласып, жиі қонып жүрген болса, ол үйде өзін жақсы сезінетін болса, онда ешқандай да проблема жоқ. Бірақ ұзақ уақыт барып көрмеген, қонып көрмеген, болмаған жерлерінде бала стресс алуы мүмкін. Двойной стресс. Анасы жоқ, өзінің үйінде емес, өзінің ойыншықтары емес, өзінің төсегі емес деген сияқты. Сондықтан осы моменттердің барлығын алдын ала ойластырғандарыңыз жақсы. Менің видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Аман есен босануларыңызды тілеймін. Бөпелеріңізді, жаңа сәбилеріңізді аман есен қолдарыңызға алыңыздар. Менің баланың 0-ден бастап 2 жас аралығында жіберіп алмау керек маңызды 10 бағыттар бойынша дамыту туралы 10 қадам жобасына келіңіздер. Ол жерде өте көп пайдалы ақпараттар, баланы жан-жақты гармоничны дамыту бойынша керемет ақпараттарды алатын боласыздар. Ақпараттарды алу үшін менің YouTube арнамда менің WhatsApp номеріме сілтеме бар, сол арқылы шықсаңыздар болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Видео пайдалы болған болса, менің парақшама тіркеліп, пікір қалдырып, парақшамды қолдап қойыңыздар.